Өткеннің бағасын, ғажайып күндердің қадірін жақыныңды жоғалтқанда түсінеді екенсің. Өміріңді нұрға, жырға, сыйға толтыратын жақындарыңның аман, бауырыңның бүтін болғанына не жетсін? Ал Құдай қосқан қосағынан айырылу, қанатыңның қайрылғанымен тең болса, балалары артынан ерген немерелер үшін асқар таудай әкенің, ақылшы атаның орны тіптен бөлек. Бірақ тағдырдың ісіне амал қайсы? Талайды зар қақсатқан тәж тажал біздің әулетті де айналмай өтпеді. Осылайша жаны көркем, болмысы ерен бір ғұмырдың үлесі мәңгілікке дейді. Ол өмірде орны бөлек жан еді. Ақ бейілімен, кең жүрегімен танылған абзал азамат, аяулы жар, асқар таудай әке, қимас дос бауыр бола білген ардақты жан, едіге орнылы. Ортамызда жүргенде өмірдің шалғандығын сезінбеуші едік. Ол бар ғұмырында мағыналы тірлік кешіп, қоғамға, елге қалдықсыз қызмет атқарған ел жанды азаматтығын, оның өмір намасына зер салсақ, қоңырқай болса да қанағатты өмір кешкендігін, ең бастысы отбасы үшін барын сала еңбектеніп, күрделі өмірдің өзін көркем көрініске айналдыра білгенін аңғарамыз. Сонымен Нақбаев Едіге Орынұлы 1949 жылы 9 наурыз күні Атырау облысы Мақат ауданында дүниеге келді. Әкесі Нақбаев Орын мен анасы Ерғалиева Қалғыздың тұңғышы. Өзінен кейін Батыржан, Ғалымжан және Назымгүл есімді бауырлары бар. Едігенің негізгі ресми құжаттағы есімі Бауыржан. Алайда көбісі оны Едіге деп атап кеткен. Өйткені әу бастақ азан шақырып қойған ныспысы бұл. Алайда Алматыда Қазақ мемлекеттік университетінде оқып жүрген ағасы Нақбаев Жұмаштың Бауыржан деп атайық. Бауыржан момышұлындай ержүрек азамат болсын деген тілегінде жерге қалдырмайды ырымшыл ата-анасы. Міне, осылайша қос батырдың есімін арқалаған азамат шын мәнінде де сол ерлігі аңызға айналған бабаларымызға тән қасиеті бойында бар батыл, қайратты жан болды. Ол 1966 жылы Мақат орта мектебін аяқтаған соң Гурьев педагогикалық институтына оқуға түседі. 1972 жылы аталған білім ошағын ойдағыдай тәмамдаған соң еңбек жолын Мақат ауданы комсомол комитетінің хатшысы болып бастайды. Кейін Гурьев темір жол техникумында оқушыларға дәріс оқыды. Осылайша ағарту саласында біраз тәжірибе жинақтады. Әрдайым темірдей тәртіпті жаны қалайтын, қоғамдағы түрлі бұзақылықтарға бейжай қарай алмайтын, ел мүддесі, тыныштық үшін қолынан келсе өзінде құрбан етуге даяр азамат, ішкі істер бөліміне қызметке тұрғаннан бастап өзінің жан қалауын тапқандай болды. Еңбек ете жүріп, 1983 жылы Ташкент қаласындағы милиция жоғарғы мектебін ойдағыдай бітірді. Осылайша нағыз қоғамның сақшысына айналған азамат жауапкершілігі мол, қызығынан қиындығы басымырақ салаға еш еменбестен кірісіп, жұмысына деген адалдығымен, ұйымдастырушылық қабілетінің мықтылығымен бірден көзге түсе бастады. Нәтижесінде осындай өз ісіне берілген шешімі әрдайым әділ азаматқа ішкі істер бөлімінің тізгіні сеніп тапсырылды. Бөлім басшысы құқық қорғау саласында ұзақ жыл еңбек етіп, майор шеніне дейін көтерілді. 1997 жылы әскери қызметтен босатылды. Еңбегі жемісті азамат отбасында да бақытты. Ол балаларының асқар таудай әкесі, немерелерінің сүйікті атасы, аяулы жар. Әкеміздің алғашқы Руслан, Рафаэль атты екі ұлы бар. Тағдырдың жазуымен анамызбен қосылып, 41 жыл бақытты ғұмыр кешті. Одан Зәмзәгүл, Камила, Жаңагүл есімді 3 қызғалдағы дүниеге келді. Бүгінгі таңда ұл қыздарының барлығы қоғам игілігі үшін еңбек етуде.
Тұңғыш ұлы Руслан, келіні Татьяна мен Ресей елінде тұрады. Қызы Зәмзәгүл британдық азаматпен тұрмыс құрып, қазіргі уақытта Ұлыбританияда тұрып жатыр. Бұл күнде ұл қыздарынан өрбіген Әмірәлі, Кеңес, София, Оливия, Владислав, Инга, Арайлым, Жанна, Дилназ, Амира есімді 10 немересі бар. Осындай артында қалған тұяқтары тірі тұрғанда әке шаңырағының оты әрдайым маздай бермек. Осыған да тәуба, шүкір дейсің. Бірақ бәрібір әр бала үшін әкеге деген сағыныштың толастамайтын анық. Сенсіз уақыт парағын санатқалы, сенсіз батып күніміз таң атқалы. Бір жыл өтті жабырқап қиналғанда, қорғап қолдап келеді жаратқаным. Сіз үйреткен жақсылыққа құштарлық, соны дәйім дәтке қуат ұстандық. Тағдыр кемеміз келеді әзір айналып, қаратасын қайраңдайтын тұстарды. Шүкір дейміз, тәуба дейміз біз соған. Сол баяғы жер орнында ел даман. Өміріңізді жалғап сіздің келеміз, аясында асқар тауым кең далам. Қалған артта жасыра алмас қарызды, еске алады ел жан ет деп жан ізгі. Адалдық пен әділдіктен аспаған сенің үлгің темір қазық тәрізді. Кездеседі тіршілікте жол мың сан, адам шіркін сан адасар қалғырсан. Адастырмас аманат әкенің, жүрегіңнің төріне әкеп қондырсаң. Бауыржан Орынұлы табиғатынан көпшілікке жоғымды, ашық, ақ көңіл, жанашыр, жанына дос жинаған, адамдық, адалдығынан айнымаған асыл текті азамат еді. Оның кісілігі, кішіпейілділігі мен бір сөзділігі. Абзал жанның осындай қасиеттері азаматтық тұлғасын қашанда асқақтатып тұратын. Осындай отбасының ақылшысы, тірегі, алтын діңгегіне айналған азаматтың ортамыздан кеткеніне әлі де сенгіміз келмейді. Бірімізге асыл жар, бірімізге асқар таудай әке, бірімізге қимас бауыр болған ардақты жанның жылы жүзін жиі еске түсіреміз. Нұсқалы бейнесін қара жердің қойнына қимай, көз алдымыздан өткеріп, өткен күндердің сағымына көз тігеміз. Сөйтіп, уақыт зырғыған сайын, ер көңіл, жаны жайдар жанның жарқын келбетін, өзіне ғана тән жымиысы мен жылы күлкісін аңсайтынымыз анық. Жылжыған жылдар жетегінде талай күндер артта қалады. Бірақ бұл әулеттің ең асыл адамының бейнесі көмескіленген жоқ. Көмескіленбейді де. Өйткені оның соңында татулық пен бірліктің асыл тінін жалғастырған ұрпақтар бар.